Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құймақ жасау технологиясы. Пән оқытушысы Нұржанова Салтанат Үсенқызы. Сабақтың мақсаты білім алушыларға қамырдан жасалған тағамдар түрімен дайындалу ерекшеліктері жөнінде түсінік беру. Білім алушылардың аспазшылық кәсіби шеберлігін шыңдау, іскерлікке, ұқыптылыққа, тазалыққа, кәсіптік бағдар беруге тәрбиелеу. Құймақ жасау барысындағы ережелер. Құрамында ұнның, қанттың, тұздың, тіпті құйылатын судың көптігі құймақтың бозарып пісуіне, қатты боп пісуіне не жыртылып қалуына әсер етеді. Құймақ қамырының құрамы нағыз мінсіздікті қалайды. Ұнның жабысқақтығын арттыру үшін құймақ қамырына сұйықтықты ыстықтай құйған дұрыс. Құймақ дәмді әрі әдемі болсын десеңіз, еленген ұнды бірден қолданбай, біраз уақытқа қойып қойыңыз. Құймаққа қант пен тұзды мәзір бойынша салған дұрыс. Тұзы көп қамыр дұрыс көпірмейді. Сол себепті құймақ бозарып піседі. Қантты көп қосқаннан қамыр қатты болып қалады. Егер құймаққа арналған ұнды, тұзды суда езсе, қамырда түйіршіктер болмайды. Құймақ қуыратын табаға алдымен тұз сеуіп, майлықпен сүртіп алу қажет. Тек кейін май мен қамырды құйған абзал. Құймақты екі табада қуырған жақсы. Екіншісіне дайын құймақты салып, бетіне ерілген сары май жағып отырасыз. Үйінді ара-арасында аударып қойған дұрыс. Сонда соңғы құймақ піскенше бірінші құймақ суып қалмайды. Егер аударған кезде құймақ жыртылып жатса, қамырға ұн мен жұмыртқа салу керек. Суып қалған құймақты ысыту үшін үйіндіні жұқалап орап, 100 градус ыстылған пеште үстіңгі қабатында 10-15 минут ұстау қажет. Кешегі құймаққа қайта балғындық беру үшін әр құймақтың ішкі жағына қант сеуіп, төрттікке орап, кішкене май жағылған немесе қағаз төселген қаңылтыр табаға салып, алдын ала қатты ыстылған пешке 4-5 минут ұстаңыз. Тіпті жаңа піскен құймақтан да дәмді болып шығады. Үй тапсырмасы. Құймақ дайындау барысындағы ережелерді жазып алыңдар.
бейнетаспа бойынша үй жағдайында құймақ дайындаңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сабағым түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.